Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әліппе, бірінші сынып 33-ші сабақ, тақырыбымыз дыбысы мен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады балалар. Балалар, яғни дыбысы мен әрпі. Қандай әріп балалар? Қызыл түспен берілген, яғни дауысты дыбыс, иә? Таспаша және жазбаша түрде берілген, үлкені және кіші Осыны әдемі етіп дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар балалар. Әріпін ермексаздан жасап көрсет. Күнделікті қолданып жүрген ермексаздан әрпін әдемі етіп жасап көріңіздер өзіңіз үйден балалар. Суретте не бейнеленген? Яғни, екі қыз, Айым мен Айназ, Айым ыдыс жуып жатыр, ал Айназ болса қасықтарды сүртіп отыр, иә? Яғни балалар, ыдыс деген сөзде әрпі бар. Ал енді балалар берілген сөздерді оқиық. Ыс, ырыс, асық, қасық, алты, алтын, тары, сары, ақыл, отын, тасы, асыл, алты, асық, ал. Екінші суретте балалар, ырысты, тырна, сал. Яғни, ырысты деген қыз тырнаның суретін салып жатыр, иә? Ал бірінші суретте ақыл, отын, тасы. Яғни, ақыл деген бала отынды тасып келе жатыр, иә? Бұл сөздердің барлығында дерлік балалар әрпі кездесіп тұр. Яғни, балалар әрпі сөздің басында да, сөздің ортасында да, сөздің соңында да кездесіп тұр. Бір буынды, екі буынды сөздерді қайталау арқылы балалар, сіздер жылдам оқуға дағдыланасыңдар. Көбірек үйден оқып, әріптерді ұмытпаңыздар. Тауық. Енді осы тауық сөзінен әртүрлі сөздер шығарамыз. Тау, ақ, уық, тақ. Яғни балалар, бір ғана тауық сөзінен әртүрлі әріптерді келістіріп біз тау, ақ, уық, тақ сөздерін шығардық. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.